Сәлем, қымбатты достар. Микрофонда әдеттегідей зеп. Және мен бәріміздің басымызда бір сұрақ GTA 6 қашан шығады? Жаңалықтардың бәріне GTA 6 2026-да шығады деген мәліметтер тарап кетті. Осы мәліметтер рас па, жоқ па? Бұл мәліметтер қайдан пайда болды? Мен осы сұраққа барынша жауап беруге тырысамын. Егер де дайын болсаңыздар, өздеріңізге чай-пай істеп алыңыздар. Біз бастаймыз. Егер де мен реклама жөнінде сөйлескілеріңіз келсе, менің телеграм каналыма өтіңіздер. Менің телеграм каналым описанияда болады. Мен сіздерді күтемін. Біріншіден, GTA 6 шығатыны қалай белгілі болды, осыған тоқталып өтейік. Rockstar ойынның дамуын 2022 жылдың ақпанында растады. 2022 жылдың қыркүйегінде деректердің бұзылуы орын алды. Бұл желіге жаңа ойын туралы көптеген бейнелерді әкелді. 2023 жылдың желтоқсан айының басында ойын ресми түрде ұсынылды. GTA 6 2025 жылдың күзінде шығатыны ресми түрде расталды. Rockstar бас компаниясы Take-Two бас директоры Штраус Зельник 2024 жылдың 16 мамырында өткен баспасөз мәслихатында біз GTA 6-ны 2025 жылдың күзінде шығаратынымызға сенімдіміз деп растаған болатын. Бірақ бұл уақыттың ішінде не өзгерді? GTA 6 шынымен де 2025-те шығады ма? Деген сұраққа көшейік. Жалпы бұл туралы ақпарат қайдан пайда болды? GTA 6 2026 жылға ауыстырылады деген ақпарат өте танымал. Және емлемесін тексерілген инсайдер ең көп жұмыс істейтіндердің бірі. Бұл өте жақсы байланысы бар байсалды жігіттер. Rockstar Games'те жұмыс жасайтын адамдардың өзі инсайдерлерге жаңалық беріп отырады. Бір жағынан инсайдерлер айтылған жаңалықтардың бәрі де расталған. Осы жаңалықтарға сүйенсек, GTA 6 2026 жылға шегіндірілді. Консольға шыққаннан кейін компьютерге 12 немесе 18 айдан кейін шығады. Көп адам ойлауы мүмкін. Бұл жаңалықтың бәрі өтірік деп, бірақ айтып өтейін, бұл ойынды бүкіл әлем күтіп отыр. Бұнда үлкен проектпен ойнап, жай ғана кішігірім шу шығару үшін ондай жаңалық шығарады деп ойламаймын. Бірақ әлі қайғыруға болмайды. Rockstar компаниясы көптеген қателіктер жіберді. GTA 6-ның ескі версиясын сірететті. Одан соң GTA 6-ның трейлері. Қазіргі Rockstar компаниясы өте сақ жұмыс істеуде. Олар ешқандай да мәліметтің шығып кетпеуін қадағалайды. Олар ешқашан мәліметтің шығып кетуіне жол бермейді. Тіпті қазір Rockstar компаниясы Sony-мен келісім шартта. Егер де Rockstar компаниясы бұндай жаңалық шығаратын болса, бұндай кішігірім адамдарға айтпас еді. Миллиондаған аудиториясы бар адамдарға айтады деп ойлаймын. Мен өз басым GTA 6 2025-те шығады деп ойлаймын. Себебі Зельник Штраус бір емес бірнеше рет GTA 6 2025-тің соңында шығады деп айтып кеткен болатын. Бұл тіпті финансовый отчеттың өзінде жазылған болатын. Ойлаңыздаршы, егер де GTA 6 2026 жылға шегіндірілсе, интернет жарылар еді. Компания миллиардтаған доллардан айырылар еді. Тіпті ең мықты инсайдер Том Хендерсонның өзі бұл жай ғана өтірік жаңалық деуде. Тіпті оларда Rockstar компаниясы жаңалық келген жоқ екен. GTA 6 2026-да шығатын болса, бірінші осы кісілерге келер еді. Сол себепті уайымдайтын ештеңесі жоқ. Менің ойымша GTA 6 2025-тің соңында шығады. Мен жай ғана осы сұраққа ашық қанығын айтып кетсем деп едім. Егер де менің ойым сіздерге қызық болса, каналға тіркеліп лайк басып, колокольчикті қосуды ұмытпаңыздар. Және осы жайлы ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Менімен реклама жөнінде сөйлескілеріңіз келсе, менің телеграм каналыма өтіңіздер. Ссылкасы описанияда. Ал әдеттегідей микрофонда болған Зеп. Келесі видеода кездескенше. Келесі видео осы жақында шығады. Сау болыңыздар.